құрметті оқырмандар, қымбатты достар, әріптестер. Келе жатқан халықаралық әкелер күні құтты болсын. Халықаралық әкелер күні 2010 жылдың 11 қыркүйегінде Украина Республикасының бастамасымен бекітілді. Ол жыл маусым айының 3-ші жексенбісінде тойланады. Әкелер күнін алғаш рет Нидерланды, бірнеше жылдан кейін Жаңа Зеландия, 2010 жылы Бразилия атап өтті. Соңғы жылдары біздің елімізде де осы мереке аталып өтіледі. Әке деген сөзді, әкеге қатысты әнді, өлеңді, әңгімені естіген кезде жігерленбейтін, қуаттанбайтын жан жоқ шығар сірә. Бұл өмірде әке деген осынау 3 әріптен құралған сөзде қаншама айызды, асқақ, салмақты да, жігерлі, қайратты, мәртебелі бағана жатыр десеңізші. Әке асқар тау. Отбасында әкенің орны бөлек. Әке сол шаңырақтың бар ауыртпалығын көтеретін, асырап бағуға да, жақсы тәрбие беруге де міндетті адам. Әке қамқорлығы дегеніміз отбасы мүшелерін әртүрлі пәле-жаладан қорғап отыратын қасиетті ұғым. Әке ұрпақтың панасы, үйдің басшысы, әрі тәрбиешісі. Ол тек бір отбасын ғана емес, әулеттің, ауылдың, әрі ел ағасы, қамқоршысы. Өмірге келген әр баланың сәтті қадамы әке үшін үлкен мәртебе, зор мақтаныш болмақ. Сондықтан да әке ақылмен жүру, ешкімнің ала жібін аттамай, адал ғұмыр кешу баланы тек жақсы болашаққа ғана әкеледі. Әкеге бағыну, Аллаға бағыну депті Мұхаммед алейхиссалам пайғамбарымыз. Демек әкені ренжітпей, оның айтқанының үдесінен шығып отыру әрбір перзенттің басты парызы екені аян. Сондықтан әкені сыйлау, оған үлкен құрметпен, ілтипатпен қарау баланың қасиетті борышы болмақ. Жас едім өмірге кім ойламаған, күн ертең не боларын ойламаған, шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіндей қамқор әке қайда маған деген ән шумақтарында айтылғандай, қамқор әкелеріміздің орны ерекше. Құрметті эфиріміздің оқырмандары, қымбатты әріптестер, бүгін біздің кезекті өнегелі отбасының отағасы атты кездесуімізде мәдениет, өнер саласында көп жылдан бері еңбек етіп келе жатқан көп баланың әкесі, атақты да қадірлі Қабылбеков Мұратхан Әлибекұлы қонақта. Қош көрдік, Мұратхан Әлибекұлы. Қош көрдік. Сізбен кездесіп отырғанымызға біз өте қуаныштымыз. Келе жатқан алдағы мерекеміз құтты болсын. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып барлық әкелерді, барлық аталарды осы үлкен мерекемен балалар кітапханасы ұжыматынан шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді ондай болса, сөз кезегі өзіңізде. Мұратхан Әлибекұлы, қысқаша отбасыңыз жайлы отырсаңыз осы кездесуде. Ал енді жаңа айтқан әкелердің мерекесі құтты болсын, әкелер аман болсын. Енді мынау өз отбасыма келсем, мен өзім 5 баланың әкесімін. Енді үлкеніміз Құдай қаласа биылғы жылы 28-29 ай болды. Енді жолдасым Ақберген Нағашбайқызы, Дәнеш Рақышев атындағы осы ауылымыздағы Дәнеш Рақышев атындағы халық театрының актрисасы болып жұмыс істейді. Енді мынау үлкен ұзын қазіргі кезде Шаркен қаласындағы орталық ауруханада дәрігер болып жұмыс істейді. Одан кейін бұның мынау Алтынкөл станциясында теміржолшы болып қызмет істейді. Одан кейін қызым Аружаным қазір ғылыми жетекте, бірақ негізінде мұғалім. Мамандығы мұғалім. Одан кейінгі қызым Алуа мектепте облысын оқиды. Одан кейін Кәусар мектепте 4-ші сынып оқиды. Одан кейін немерем мектеп оқушы басқа барады. Үлкен қызым Толғын
жөніндегі ауылдық басқарма нысанының биыл мүшесі болып, 96 жылға дейін сол ауылда қызмет жасадым мәдениет саласында. Одан кейін 96 жылы осы Жаркент қаласындағы ауылдық мәдениет үйіне жұмысқа келіп орналастым. Жетісу жұлдыздарына расынша дегенде, содан кейін олда рәңге деген жұмыс өнері бар. Бірақ мамандық таңдау кезінде өзінің ұсынысы бойынша өз қалауымен сол қазіргі алтын көз концертін. Енді өлең айтып қазір Аружан, содан кейін Азуат, содан кейін Кәусар қазір әнге жақын. Енді балаларының өнерлерін тамашалаңыздар. Балалардың ешқайсысы өнерден қалғанына несі жоқ, бәрі өнерге жақын. Өнерге жақын. Онда балапандарға кезектірейік өнерлерін. Осы сәтті пайдаланып, қандай өнерлер бар екен, бүгінгі күнге әкелерге арналған қандай өнерлер бар екен. Менің әкем биік шыңылтырағым, жарқын жүзден жақсылықты ығамын. Әкешімнен тәліммен тәрбие алып, білім жолына бар ойымды бұрамын. Менің әкем ең жақсы жан өмірде, жүрер әркез жүрегімде көміде. Әкешім еңбегінің арқасында, ел алдында ие болған сенімге. Менің әкем жақсыны ұлықтаған, кездескенде риза қылып ұмытпаған, талай жанға жәрдем етіп көмек беріп, жамандықты бойына жуытпаған. Ата-анасын жұмағым деп қарайды, анашымды нұр қып отыр арайлы, ұл қызына көңіл бөліп әр күні, отаныма бар өмірін арнайды. Жан әкешім, сіз жүргенде көзіңді сап, өсеміз бәйтеректей өзің құсап, ана жұп жазбай анашыммен бірге болып, жүріңіздер мәңгі бақи ғасыр жасап. Өнеге маған әр жолым жүріп өткен, сөздерім жүрегіме жылу еткен, тірлікте сүріндірмеш жаным әке, мен үшін кемелмессің құдіреттен. Айналдым жан әке, бақ дәулет береке, өзіме қызықты әр күні мереке. Асқар таудай толбаса, ақ сақалды қария, ата сөзі жөн қыз, айтқан сөзі дария. Аман болсын басыңыз, ағармасын шашыңыз, шөбірештеп әлі де жүзге жетсін жасыңыз. Рахмет балалар, рахмет өнерлеріңізге басын, үлкен биіктерден көрінбеңіздер. Ал енді балалардың өнерін тамашаладық. Енді бір мынандай сұрақ туындап тұр, біз кітапхана саласында істегендіктен, енді бізде осы кітапханаға, осы салада істеген аз емес, осы кітапханаға, кітапқа деген көзқарасыңыз қандай? Сіздің салаға деген көзқарасыңыз? Енді мынау қазір технология дамып кетті ғой. Қазір мынау
Сонан кейін мынау өнерге жаңадан келген балалардың мысалы қазір мына бес саусақ КВН командасы кезінде біз осы жаңадан құрылған кезде көп көмек көрсетті оған сол балаларды қолдап. Бүгінгі күнде де сол балалар біздің әріптесіміз бірге қызмет Жоқ, бірлесіп жұмыс істеп жатырсыз. жұмыс істеп жатырмыз. Шәкірттеріңіз. Өте қуанарлық жағдай, иә. Рас өзің тәрбиелеген шәкірттеріңіз көз алдыңызда жүрсе, ол бір бақыт қой. Иә. Ұстаз үшін ол одан үлкен бақыт жоқ. Өте жақсы жауап болды. Рахмет сізге сіз сұрақтардың бәріне жауап беріп жатсыз. Енді бір осы мүмкіншілікті пайдаланып, осы мерекеге орай өзіңіздің оқырман, эфирдегі оқырмандарыңызға, оқырман балаларға арналған өзіңіздің игі тілектеріңізді айтып өтсеңіз, және сол сізге қолға салғыңыз келіп отыр, сіз өнер адамы болғандықтан осы өнеріңізден бірге кішкене тарту жасасаңыз оқырмандарыңызға, әріптестеріңізге деген сияқты. Енді мынау сізге тілек деп отырсыз. Сіздер мынау балалар кітапханасы болғандықтан сіздердің кітапханаларыңыздың оқырмандары көп болсын. Рахмет. Қазіргі айтып жатады ғой, кітап білім алады. Өмір шырағы дейді. Сол кітаптан білім алып, сол өмірінің шырағы жасаса, балалар. Сол өте сіздердің де еңбектеріңіз жаңағы, ата-ананың еңбектеріңіз жаңағы. Сондықтан мына балаларымыз аман болсын, балаларымыз мына кітапқа деген, білімге деген құштарлық артсын, заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық, балаларымыздың денсаулығы мықты болсын. Жаңа айтып отырмыз ғой, әкелер аман болсын. Өйткені бәріміз сол әкелерден тәрбие алады. Сол әкелердің тәрбиесінің арқасында осындай көп жетістіктерге жетіп отырмыз. Енді мынау жаңағы өнер қолқа салып отырсыз. Биылғы жылы ұлы ақын, композитор, ағартушымыз, ұлы ақынымыз Абай Құнанбаевтың 175 жылы. Ол кісі қара сөзді мен қоса және де мына өлеңдерімен қоса ол кісі сазгер болған, мықты сазгер. Сол кісінің мынау көзімнің қарасы әнін енді өзім гитарда ойнап көрейін. Сіздерге қабыл алыңыздар.
Енді жаңағы айтып жатқан әкелерімізге арнап мынау әке асқар дейді ғой. Сол әкелерімізге арнап Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған осы әкелеріміздің әнін әке туралы осы әкелерімізге арнап осы бүгінгі кездесуімізді аяқтасақ. Сіздердің де еңбектеріңізге табыс тілеймін. Жаңа айтып отырмыз